Ей Мойынқұм, құмдарың бүйрат таудай екен, құлының тайдай екен, тайың айғырдай екен. 7 жыл қатарынан жұт болса да, бұяқты мал қалса, сенің бауырыңда қалады екен. Асан Қайғы. Мойынқұм жайлы әңгіме қозғай кетсең болғаны, қазақ деген ұлы елдің тамыры терең тарихынан сыр ақтарылып кететіні бар. Көз қарашығына сыймас байтақ мекен. Тарих саңлақтарының ат тұяқ іздері қалған өңір бұл. Жер жаһанды дүбірлеткен кешегі күннің баһадүрлері Керей мен Жәнібек бастаған ұлы көштің табан тіреп, қара шаңырақтың туы тігілген қастерлі жері. Тарихта аттары алтын әріппен жазылған жыр алыбы Жамбыл Жакемнің кіндік қаны тамған топырақ. Жазылбектей Абыздың, тәуелсіздіктің таңын аттырған Қайраттай ұланның, Кенесарыдай аңыздың тарихы мен құндылығын өз бойында сақтай білген қастерлі мекен, Сәкендей Сайып Қыранға, Иман Жүсіптей Оғланға пана болған Мойынқұм бұл. Осындай қасиеті мен киесі артқан мекенде бүгінгі ұрпаққа өшпес мәңгілік мұра болып қалған Оңғарбай би Айтбайұлы жайлы азды көпті дерек қозғағанды жөн санадық. Аталмаған жерде түк қалар деген дана халқымыз. Артында бар оңалар деп те жатады. Иә, расымен де өткенін өшірмей, ізін суытпай, азды көпті дерегін сақтап, келер ұрпаққа аманаттап келе жатқан ұрпағы барда би атамыздың рухы жаңғыра бермек. Бүгінгі кесенесіне барып құран бағыштау, ат шаптырып ас беру соның бір айғағы болуда. Осы байтақ мекенде Оңғарбай би Айтбайұлының жамбас жерге тиген жер. Бабамыздың бүгінгі таңда атына беріліп жатқан астың куәгері болайық деп, көкпардың куәгері болайық деп, осы кесенесін көзімізбен көрейік, осы байтақ мекенде қандай бабаларының ат тұяғының ізі қалды деген сұрақтың жауабын табайық деген ниетте Мойынқұмға келген жайымыз. Міне қазір көпшілік сол кесененің төңірегінде жиналып, ұрпақтары құран бағыштатып, ақсақалдар осы жиынды ұйымдастырған, ат салысқан азаматтарға алғыс тілегін айтып, міне үлкен бір лебіздерін білдіріп жатыр. Енді мына жерде бұл біріншіден мына қазақта сөз бар ғой. Аруақ риза болмай, тірі байымайды деген сол ата-бабаларымызға бағыштап жатырмыз. Екіншіден мына жастар білсін, бәріміз бір кіндіктен тарағанбыз. Айтбай деген кісінің балаларымыз осыдан бір 150-200 жылдай бұрын өмір сүрген адам ғой. Содан тарап жатырмыз осы, сол кісінің бір тамырдан өніп шыққан бұтақтарымыз ғой, былайша айтқанда. Жеті атасын білмеген жетесі деген сөз бар. Ал енді тегін білмеген адам ол тобырға айналады, былайша айтқанда. Сондықтан жастар біліп жүрсін, ата-бабаларының кім болғанын естеріне алып жүрсін деген мақсатта мына осы жерде отырған Асқат, Сәбит, Өмірхан, Марат деген бауырларымыз осындай бастама көтеріп, ата-бабаларымыздың рухына бағыштап осындай іс-шара ұйымдастырайық деп, сөйтіп ұйымдастырып жатыр енді. Жақсы бастамалары жақсы болып аяқтасын деп айтқым келеді енді. Оңғарбай Айтбайұлы 1828 жылдары Жуалы жерінде Қорлас ауылында дүниеге келеді. Білімге құштар Оңғарбай ауыл молдасынан хаттанып, есейе келе Бұқарада оқып білім алады. 20 жасында Кенесары мен қырғыздарға қарсы соғысына қатысып, жарақаттанып тұтқынға түседі. Қырғыздардың Алыбай деген байы тұтқындарды босату үшін ердің құны 100 жылқы талап етеді. Бірақ Оңғарбай әкесінің қаза тапқанын, ағасы мен інісінде ондай малдың жоқтығын айтып, еліне қайталмайды. Оңғарбайдың сауаттылығына, зеректігіне көз жеткен бай ауыл балаларын оқыттырған соң елмен араласып кетеді. Бір жылдан кейін астына ат мінгізіп, Оңғарбайды еліне қайтарады. Елге келген соң Оңғарбай мектеп ашып, мешіт салады. Жетім жесірлерге көмектеседі. Ержанұлы Қылышбайды жастайын оқытып, Бұқараға жіберіп білім алдыртады. Ақынжанды Оңғарбай Қылышбайдың ақын болып қалыптасуына ықпал етеді. Елінің ертең үшін егілген текті жанның Мойынқұм өңірінде қасиеті мен сәуегейлігін бүгінгі ұрпағы ұмытқан емес.
Кылычбайдан таралып сөз нұсқасы келінген, дос жаранға кемтарға қайырлы бол делінген. Жыр алыбы Жамбыл Жабаев. Өздеріңіз білесіздер ғой, Кылычбай Асаны оқытқан, осы кісінің білім өсуіне, өркендеуіне үлкен себепкер болған біздің Оңғарбай бабамыз. Бұқараға жіберіп оқытқан. Енді Кылычбай ақын туралы көпшілігіңіз білесіздер. Бұл Кылычбай ақынды зерттемеген адам жоқ. Оқаш Нақыпбеков деген ғалым зерттеген дегендей, мынау бүгінгі іс-шараны жүргізуші біздің қызымыз Күлекеева Сайы. Армысыздар, құрметті қонақтар, көпшілік қауым. Кітап адамзат ақыл ойының інжу маржанын ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп беретін ғажайып. Ескі қағидаға сүйенсек, халық өткенін бағамдамай, болашаққа жылжи алмайды. Сондықтан дәстүр, тарих, мәдениет сияқты рухани құндылықтарға баса назар аударып, білімді кітаптан алуға тиіспіз. Әулиеата кітап оқитын өңір жобасы аясында ұрпағына ұрпақ болған шешен тақырыбында бүгін жерлесіміз шығыстанушы, мәмлүктер тарихын зерттеуші, арабтанушы Қайрат Сәки Ұзақұлының Кылычбай ақын атты кітабының тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Кітаптың тұсауын кесу үшін ортаға ауылдың ақсақалы Алпбайұлы Мұқатай ағамыз бен Омар Өсімжан Төлеуұлын ортаға шақырамыз. Құрметті ағайын, бүгінгі жиналып атқанымыз Оңғарбай апамыздың, біз енді ол кісіні кітаптан оқыдық. Мен өз басым кітаптан оқыдым. Ол кісіні оқығаным, ол кісінің білімі бар деп оқыдым. Кылычбай атамыздың білім берген, Кылычбай атамызға білім берген, Кылычбай атамыздың сол алғасын тануға, біріншіден пайғамбарын тануға, және сол Құранды оқуға себепші болған осы Оңғарбай атам деп мен өзім оқыдым соны. Ағайын. Және Кылычбай атамыз, білесіздер бәріңіз, Бұқарада ислам дінін оқып келді ағайын. Біріншіден, сізбен бізді жаратқан Алламызды тануды білді. Екіншіден, сол жаратқан иеміз Алланың Құранын оқуды білді. Үшіншіден, сізбен бізге жіберген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммедті тануды білді. Ең біріншіміз ағайын. Себебі қарап отырсаңыздар тарихта бүткіл ата-бабамыз ең бірінші ағайын Аллаға шақырып келді. Қазір мына жерде Кылычбай атамыздың өлеңін оқып отырмыз. Бірақ бұл кітапты жазып шыққан адамға Алла разы болсын. Біріншіден, осыған себепші болып атқан. Неге? Себебі Алла жөнінде айтады да ағайын. Сізбен бізді жаратқан Алла жөнінде айтады. Ең бірінші мақсатымыз осы нәрсені ұмытпай. Арттағы бірде-бір қабырда бір кісіні жерлеп атса, бір қария өтіп баратып, бұрылып қабырға арнайы тоқтап, мынау шын өлдік па, жоқ әлде тірі өтірік өлдік па дегенге. Ағайын. Сонда әлгі кісі түсінбей ғой, шын өлігі несі, тірі өлігі несі десе, егерде артта қалған ұрпағы болмаса, бұл шын өлік депті. Егерде артта қалған ұрпағы болса, бұл өтірік өлік деген екен ағайын.
Мынау өзі қазақ атамыздың ешқайсысынан сөз қалмаған ғой негізі. Мына Қылышбай ақын бәрін Аллаға шақырып келді ағайын. Біріншіден. Мынау бар қызығы өткен екен жалғанның, қиындығы ауыртқаны шалбанның, екі дүние таңдау еркі тиген соң, мәңгілікті өзім таңдап алғанмын. Ей адамзат, тоқта ойлан аятына Алланың, не дайындап жатыр саған алда күн, сылтау іздеп құлшылықтан қашқанда, Құдай емес, сен өзіңді алдадың. Ей адамзат, тоқта ойлан аятына назар сал, бұл дүниеде алған қандай пайдаң бар, айтшы өзің еріккеннен келген бе, үмбетім деп шырылдаған пайғамбар ағайын. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шу өңірінің саңлақтары кітабында Қылышбай атамның ең ақырғы бетін оқысаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірімділігі жөнінде мен оны хадистен оқыдым. Шу өңірінің саңлақтары кітабын ашып артына қарасам, Қылышбай атам соны өлең қылып шығарған екен ағайын. Қайрат туралы да айта кету керек сияқты. Мына Қылышбай ауылының несі ғой енді, ата-бабаларымыз Қылышбай ауылына шыққан, жаңағы әкесі Жақып деген ақсақал сол алғашқы мына Қылышбай ауылындағы мектептің алғашқы ұстаздарының бірі. Ол кісінің арғы аталары едіге датқа деген болған осы шу өңірінің құрылыстарының көшігі деп аталған кезінде. Сол едіге датқан көшелер аңайымыз. Сол едіге датқан құлман құрылыстарының көшелері. Кезінде Дабыр деген бауырымыз болды. Сол едіге датқанын кішкене ұлықтаса ескеріш соқсақ деген бір жоспарлар болды, бірақ ковид араласында ол кісі бақилық болып кетті. Сол ретінде ол жұмыс былай нетпей қалды. Әлі де болса жаңағы едіге датқанның атын шығаруымыз керек біз. Өйткені осы жерден Аққолдық дейтін болыс құрылады 1868 жылы. Соның ең алғашқы болысы болған, құрылыстардың басын қосқан осы жерге ұйымдастырған жаңағы біздің атамыз да сол кезде жаңағы құрылыстардың ұйымдастырушылардың бірі болған. Біз осы ұйымдастырып жатқан жігіттер, осы ашты, осының басқасында жүрген Оңғарбай атамның 4-ші ұрпақтары. Енді сол жігіттерге мына кісілер өздерінің нелеріне бәріне рахметін айтып жатыр. Мен де бір ауыз рахметімді айтпақпын мына бауырларыма. Осы істің басқасында жүрген Сәбит бауырым, Марат бауырым, Өмірхан бауырым, Асқат бауырыма, анау кесененің бәрін жан-жағын жаңағы ұйымдастырып, шаруасын істеп, бәрінің басқасында жүрген бауырларға бір ауыз айтпай кеткенін болмас шығар дедім. Барлық жақсылықта болыңыз, барлықтарымызды біздің именно қорластардың ішіндегі, сырғаның ішіндегі жігіттер осыны ұйымдастырып жатқан. Оны да айтпай, бұл енді жаңағы айттыңыздар ғой, бөліну емес, бірақ әйтеуір тарихты біліп отыру. Осындай сырғаның қорластың ішіндегі сырғаның жігіттері осындай екен деп айта жүрсін деп айтып отырмын. Аман сау болыңыздар, Оңғарбай атаның әруағы бәрімізді қорғап жүрсін. Асқар даудың санында Оңғарбайдың әрінде осы отырған ағайынға деген тілектің жақсылықтың бәрінде. Хан қасында ақылды би болса, қара жерден кеме жүргізеді. Майқы би. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم رجلا Оңғарбай бабамыздың екі ұлы болады. Шайжан атамыз, Алпай атамыз. Біз соның үлкен Шайжан атамның баласымыз. Шайжан атадан Қасыбек атам туады. Қасыбек атадан Метірбек әкеміз. Метірбектің баласы мен Марат болам. Мына осы жерде жүрген бәрі өзіміздің ағайындар, бір туғандарым бәрі.
бұл іс-шараны істеп отқанымыз елге, өзіміздің балаларымызға, бәріне үлгі болсын, бір-бірін танып жүрсін. Бұрынғы кез заман емес қазір, бір-бірін жастар танымайды, өскен балалар. Өсіп, бірігіп қосылғанымыз, барлық балалар бірге өсіп, бірге жүрсін деген оймен, пікірмен осы асты іс-шара болып отқан бәрін Қылышбай атамның кітабында тұсаукесері болып жатыр. Міне осы жерде Қылышбай атам айтысы бойынша Оңғарбай бабамыздың шәкірті болған кісі. Оңғарбай бабамыз Бұхараға жіберіп, Қылышбай атамызды оқытып, хат танытқан дейді. Естуіміз, аталарымыздан естілген әңгімелеріміз осының бәрі. Енді осы әңгімені біз ұрпаққа жеткізуіміз керек деп түсінемін бәрін. Ұрпаққа жеткізіп, балалар білсін осы әңгімеміздің бәрін. Біздің осы жасап отқан іс-шара осындай әңгімелермен. Енді көп болады деп ойлаймын. Осындай нәрсе ағайын туысқанның басы бірігіп бастамасы деп есептеймін. Төле би бабамыз билік құрған кезінде әділ бидің елін дауарламайды, әділ патшаның елін жауарламайды деген екен. Бүгінгі мойынқұмдықтардың да елін дауда, жауда арламақ емес. Өйткені бұл ұрпақтың ауызбіршілік деген қалқаны, ынтымақ деген қорғаны, үлкенге деген құрметі, кішіге деген ізеті, ақсақалына деген ілтипаты, бауырға деген бауырмашылығы, әруаққа деген тағзымы басым екеніне көз жетті. Өткенді ұлықтап, ескіні естен шығармай, көненің көзі, асылдың сынығы болған, баға жетпес рухани құндылықтарымызды әспеттеп, келер ұрпақ үшін ешбір лағылға сатып алынбайтын, кіршіксіз таза руханиятты мұра етуде. Бабалары салған сара жол, атадан қалған дара жол, батыр оғландардан қалған даңғыл жолдың иесі де, киесі де міне осы мойынқұмдықтар болуда. Хан бабалардан қалған тарихи тағылымдар, керуені тербеле көшкен ұлы жолы, баһадүрлерден қалған бағы мен құты Мойынқұмның байтақ даласында, киелі топырақтың шаңын аспанға шығарған дүбірлі тойдың жалғасы, тай шаптырған сайыс пен тақым тартқан көкпарға ұласуда. Қазақта сөз бар, әруақ риза болмайды, тірі баймайды деп, Оңғарбай атамыздың ұрпақтары атамыздың рухына бағыштап, осындай ас өткізіп жатыр. Қабыл болсын, ас өткізуге ерекше атсалысқан бауырларымыз Асқат, Өмірхан, Сәбит, Марат бауырларымызға рахмет айтқым келеді. Осы істі бастама көтеріп, ағайындарды ұйымдастырып, осындай іс-шараға қол жеткіздік. Оңғарбай бабамыз кезінде әруақты кісі болған рудың басшысы, ата-бабаларымызды ұйымдастырып, осы шу бойына келіп тұрақтауына өзінің септігін тигізген, тоған салған, құдық қазып, мектеп ашып, балаларды оқытқан, көптеген имандылық жұмыстарын жүргізген. Қылышбай ақынның алғашқы ұстазы, Қылышбай ақынның Бұхараға барып оқып, білім алуына өзінің көмегін көрсетіп, кейін Қылышбай ақын үлкен азамат болып өскен. Сонымен қатар атамыз әулиеде болған, болашақты болжайтын қасиеті бар екен. Сонымен қатар жаңағы кезінде көптеген жақсылықтар жасаған. Енді сол балалар соғысын еске алып, осындай үлкен ас берді. Қорған тұрғызған кезінде сол қорғанды жөндеп, көптеген адамдар сол қорғанға барып түнейді, ауырған адамдар, перзенті жоқтар түнеп өздерінің мақсатына жетіп жатады. О да атамыздың әулиелігінің белгісі. Енді мен айтайын дегенім, мына бүгінгі өткізген шара біріншіден
ата бабамыздың рухына бағышталса, ертең жастарға үлгі өнеге болады деп есептеймін. Жастар біліп, бір-бірімен танысып, немере шөберелері сол Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Бірімен табысып, енді келешекте осындай ауыз бірлік болады, ынтымақ болады, береке болады деп ойлаймын. Алпамыс батырдай айбатты болыңдар, Қобыланды батырдай қайратты болыңдар, Қажымұхандай білекті болыңдар, Бауыржан батырдай жүректі болыңдар. Аттарың шабысты болсын, жалындарың табысты болсын. Gelgen jigitler, Oğay'dan gelgen jigitler, Алматы облысынан gelgen jigitler, жалпы айтқанда Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген палуандар біраз біршілікке бастайды тойымызды, қуанышпен барымызды. Сондықтан да жігіттер, жаңағыдай қағу, соғу, ондағы төрешілер өздеріңіз қарап отырсыздар, бір-бірін боқтау, ерексу, төменесу, қала қылмай әрмен қарай жеткізу сізбенен біздің міндетіміз. Sıradan kalyan salaktan geldim. Allah koruttı sayımını koyayım. Aşır şabandız. 20.000 tenge sağlamaya ötküzdü bari geldi. Tarkan Ömürbay. Sudan gelgen Tarkan Ömürbay. Özün daftarınдағы көп жалақты sayımını koyayım. Көк жауыменен жекеден алып тастаған Ömürbay Tarkan білетін бәрі келді. Sayındır құтты ола берсін дәге. Бастадың енді. Қай жақтың жігіті, Қордай ма? Қордайдан келген Дидар палуан астындағы аты Сырымнан қонекел Сойқан атты сайғынығымен Сойқан атты сайғынығымен мінеке Дидар Шамандоз Қордайдан келген. Ал құрметті қалайық, мына беріп атқан асымыз қабыл болсын. Осының арқасы бауырларымыз, Оңғарбайдың атамыздың ұрым бұтақтары, немере шөбер шепкеттері, Құдай солардың бірліктерін болсын. Бәріміздің ауыз біршілігіміз болсын. Біздің ниетіміз келешекте болашақта балаларда ауыз біршілік болып, осы аталарын ұмытпасын, ұрым бұтақтары жалғаса берсін деп сондай тілеймін. Әрқашында қабыл болсын. Сол беріп атқан Алла асымызды қабыл қылып, ниеттерін ақылсын.